Мен қараңғыдан страшно қорқам мен. Мен де қорқам, ё-моё. Жасымыз 40-қа келді уже. Андай бола ма? Қараңғыда бүйтіп кетіп бара жатсаң, жамба деп өзіңе настрой беріп келе жатасың. Андай до конца тезірек жүрмеуге тырысасың. Андай өзіңнің алдында чорт болып қалмау керексің. Ауылда туалетке бара жатқанда тез жаймен бет тездете бастайсың да, жай жүре бер деп. Өзіңді өзіңмен өзің қуып келе жатасың. Соңында бәрібір жүгірген мужественный жүгіру емес, анда Капитан Америка мен андай болған, короче, ауылда андай туалет алыста ғой. И мен кішкентай племянник, андай бауырым бар ғой енді, інім. Сол інім айтады, туалетке барып келейік дейді. И жүр деп қараңғыда бүйтіп алып барам. А свет анау үй жақта, основной үйдің төбесінде бүйтіп жанып тұрады, прожектор секілді кішкентай. То есть алыстан ол жарықты көріп тұрасың, бірақ мына жақ қап-қараңғы түнек. Просто туалет жаққа шығып қарасаң, дым көрінбейді, қап-қараңғы. Еще ана прожектордан ішінен қарап тұрсаң, вообще түк көрінбейді ғой, қап-қараңғы. Сөйтіп қолынан ұстап алам, туалет жаққа барамыз, ол кіреді, шығады, екеуміз келатамыз, содан тұрады да, дейді, просто қатты жүгіреді ана жарыққа қарай. Ал мен ересек адаммын. Мен деп тоже қаша алмаймын ғой. Қуасың ба? Бірақ өзің сәл тезірек тұр. Төр бермеймін, бірақ андай. Болады ғой. Өлсем осы жерде өлем енді. Бірақ жүгіруіме болмайды деп ойлайсың ғой. То есть, қуасың ба? Деймін да, бүйтіп. Ана жерге барғанша спокойный түрмен өтірік. Қандай қорқыныштырақ. Қандай. Ересек болған қиын ғой в целом. Сол мен жек көрем. Мен всегда екі адам болсақ, мен қорқуға правасы бар адам болатын. Мен өткен әулиетте ең кіші баламын. Всегда өзімнен үлкенірек. Апкем болса да не западло да. Андай қасына барып, деуге ше. А мен үйлендім енді, түсінесің ба? И бүкіл дейм ма? Маған қарады біреу. Мен кетіп бара жатам, и бүкіл үйде свет өшеді, екеуміз екі бөлек бөлмедеміз әйеліммен. Жан дейді ол ше. Телефон басқа бөлмеде қалып кетті. Сен де жан. Мен де ойбай айтқым келіп жатыр да, бірақ ішімнен ау жаным, все нормально у тебя дейсің. Өзің дір көтен овация беріп отыр. Овация. Почему-то саған сенем. Мен де сенем. Мен сен көтеніне сенем. В общем, кухнядан мен баратырмын, әйеліме қарай, спальняға қарай. Мен де телефоным қолымда емес, ана бүйтіп телефонды іздеп, бәрі нормально жан, мен келе жатырмын деп ше, бірақ өзің жанып тұрсың ше. Аяқтың шумен келатсың ба? Келіп свет жандырдым, бәрі нормально, короче, вспышкамен. Бірақ андай сен үйін үлкен шығар андай. Жетіп бітпейсің. Көре алмайсың ба? Жоқ, сен де сұрап отырғаның ғой. Жоқ, жалпы ондай емес. То есть біз секілді андай бір комната емес, бүйтіп деп ондай сен бару керек, жету керек. Бізде мысалы свет өшіп қалса, свет өшіп қалды ғой. Бүйтеміз ба? Ой, мен бір мақтанған сияқты болып қалдым ғой. Сен просто бүйтіп барып жол бойы. Ондай емес, просто 10 мың шақ жасап тастадың ғой жеткенше. Бара жатасың ол, андай. Төр бер пиздец. Мен де туалетте болған болды, 2 туалет үйде бізде. Да, бір мақтаншақ жерім. Мен барып, ана бүкіл жаққа, жарысынан жаққа да. Бүкіл ана алтынның үстімен өткенше, короче, жеткенше. В общем, барам мен. Болды, ол мақұл, ол нормальный ситуация. Сендердің үйлеріне туалетке мен бірінші отырамын деген понятие жоқ қой, Жоқ. Ты в тот, да, я тогда в этот деген әңгіме. И в общем, ол мақұл, ол ситуацияда мен просто түсіндім, что твою мать, екеуміз бір орманға қараңғыға түссек біттім ғой мен деп ше. И солай мен көтім ашылып қалып береді. Бір демалуға неге барамыз? Боровойға барамыз. Үйде жүрік, андай-мындай. И тоже свет өшіп қалады. И бір нәрсе қимылдады ма, бір нәрсе құлады ма, бір дауыс шықты. В общем, келатыр, и андай дауыс шықты да. И біз әйелімізден екеуміз андай примерно бір андай moonlight, как будет на казахском деп ше, андай айдың свет түсіп тұр, жарығы түсіп тұр, кішкене жарығы деп айтып атқан. Айдың жарығы түсіп тұр, мен де көрініп тұрмын, ол да көрініп тұр. Тас қараңғы болса мейлі ғой. Андай бір нәрсе қыбыр дей қалады да, и әйелім вообще жыбырламайды да, қорықпайды да. И мен деймін ойысты. И әйелім маған бүйтіп қырық қалады да. Деп мен дальше кетем. Ема өзімді мал сезініп қалдым, ана жақта бар ғой. Қыбыр дейді, әйелім осылай ғой. Құрса деген соң. Сен былай істеуің керек. Десең, депсе.
И содан кейін жақында мынандай ситуация болады, біз жатамыз. В общем, сөйтіп маскам шешіліп қалды. Соны мен